Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеу техникасының даму тарихы. Бүгінгі сабақта компьютерлік технологияның даму тарихымен танысасыз. Ерте заманда есептеу құрылғылары пайда болмай тұрып, адамдар есептеулер жүргізген. Ол үшін қол саусақтарын, тастарды, ағаш таяқшаларды пайдаланған. Есепшоттың пайда болуы. Есепшот ең ежелгі есептеу құрылғысы болып табылады. Есепшоттың қашан пайда болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Бірақ деректерге қарағанда есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында. Ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Мысыр, тіпті ежелгі Грекия болуы да мүмкін. Паскаль машинасы 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында дүние жүзінде бірінші рет қосу машинасын ойлап тапқан болатын. Ол жетектер мен дөңгелектерден тұратын механикалық машинасын құрастырды. Келесі Лейбниц машинасы. Ол 1673 жылы атақты неміс математигі Лейбниц Паскальдың идеясын дамытып, өзінің механикалық есептеу машинасын, арифмометрді құрастырды. Келесі аналитикалық машина. Алғашқы есептеуіш автоматтың авторы Чарльз Бэббидж еді. Сондықтан оны компьютердің атасы деп те атайды. 1833 жылы ол бағдарлама арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. 1846 жылы осы Чарльз Бэббидждің машинасына бағдарлама жазған Ада Лавлейс болатын. Келесі Марк Ай, оны құрастырушы Говард Айкен. ақш-тағы алғашқы автоматты компьютер. Оның ұзындығы 17 метр, салмағы 5 тонна болған. Онда 75 000 электронды шам, 3000 механикалық реле болған. Компьютердің бірінші буыны 1946-1958 жылдары. Екінші буыны 1958-1964 жылдар. Үшінші буыны 1965-1972. Төртінші буын 1972 және қазіргі заманғы компьютерлер. Бесінші буын ол болашақтың компьютерлері. ЭМ-нің бірінші буыны 1946 шамдармен жұмыс істеді. Есептеу жылдамдығы секундына 10 000-20 000 операция жасады. Әр машинаның өз тілі болды, операциялық жүйелер болған жоқ. Келесі ENIAC. Джон Уиллам Мокли мен Джон Преспер Эккерттің өнертабысы. Достар өз өнертабысын ENIAC деп атаған болатын. Келесі екінші буыны. Ерекшелігі жартылай өткізгіш элементтер. Жылдамдығы секундына 10 000-200 000 операция жасады. Алғашқы операциялар жүйе пайда болды. Алғашқы программалы тілдері Fortran, Algol болды. Келесі үшінші буыны. Ерекшелігі интегралды микросхемалар. Есептеу жылдамдығы секундына 1 миллион операцияға дейін болды. Жедел жады 100 000 байт болды. Операциялық жүйелері жадты құрылғыларды операция уақытын басқарды. Бағдарламалау тілдері Basic, Pascal, C болып табылды. Үлкен және аса үлкен интегралды схемалар. Дербес компьютерлер. Әрекет ету жылдамдығы секундына 1 миллиард операция жасады. Оперативті жады бірнеше гигабайт болды. Көп процессорлық жүйе және де мультимедиалық мүмкіндіктері пайда болды. Бесінші буын нанотехнологиялар. Жеке молекула немесе атом негізіндегі компьютерлер. Адамның жеке жүйесінің құрылымында негізделетін нейрожүйелер. Биологиялық компьютерлер деп те аталады. Мультимедиалық құрылғыларға CD-диск, видеокарта, дыбыстық карта,
дыбыс колонкалары, құлаққап, микрофон, джойстик, геймпад, виртуалды нақтылы дулығасы жатады. Келесі қазіргі заманғы сандық техника. Оған ноутбук, дербес компьютерлер, MP3 плеерлер, электронды жазба кітапшасы, мультимедиалық проектор, сандық фотоаппарат, сандық видеокамера, GPS навигатор жатады. Қазіргі уақытта заманға қарай компьютерлер секундына, минутына өзгеріп отырады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл кестеде электронды есептеуіш машинасының кезеңдері, қолдану жылдары жазылған. Біз элементтік база және жылдам іс-қимылы қандай болатынын толтыруымыз қажет. Бірінші буыны, мысалы, қолдану жылы 1946-1958. Элементтік базасы электронды шамдар. Жылдам іс-қимыл секундына 10.000-20.000. Келесі және қазіргі уақытқа дейінгі буыны элементтік базасы микропроцессорлар. Жылдам іс-қимыл секундына миллиард үрдістер жасайды. Сабағымызды аяқтай келе сіздермен бекіту сұрақтарына көшейік. Бірінші, алғашқы есептеуіш машинасы қай жылы пайда болды? 1949, 1946, 1942, 1948. Дұрыс жауабы 1946. Екінші сұрақ. Болашақта қандай компьютер тірі организм сияқты жұмыс істейді? Молекулалық компьютер, кванттық компьютер, биокомпьютер, робот. Дұрыс жауабы биокомпьютер. Үшінші сұрақ. Қай буынның компьютерлері дербес компьютерлер деп аталады? Екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Дұрыс жауабы төртінші. Келесі, бірінші буын компьютерлерінің элементтік базасы. Транзистор, интегралдық сызба, электрондық шамдар, үлкен интегралдық сызба. Дұрыс жауабы электрондық шамдар. Келесі, екінші буын компьютерлерінің элементтік базасы. Транзистор, интегралдық сызба, дұрыс жауабы транзистор. Келесі, үшінші буын компьютерлерінің жылдамдығы. Дұрыс жауабы секундына шамамен 1 миллион операция. Сонымен біз бүгінгі сабақта есептеуіш техникасының даму тарихымен таныстық. Сау болыңыздар!